Шаршап жүрсеңіз, көп жұмыс жасағаннан емес. Сәлем достар, менің арнама жазыла кетіңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Ғалымдардың тұжырымы бойынша, үнемі шаршап тұру, артық дене еңбегі немесе ақыл-ой қызметімен айналыспаған жағдайда төмендегідей 10 түрлі себептен болуы мүмкін. Біріншісі, көзге шамадан тыс күш түсіруден. Әдетте адам белгілі бір затқа зейін зердесін барынша жұмсап, тесіле қарай берсе, сүйек босап, аяқ-қол ұйып, дене салғырттанады. Сол үшін көзді ауық-ауық дем алдыру керек. Екіншісі, семіздік. Денеде май құрамы шамадан тыс артып кетсе, адам шаршағыш болады. Үшіншісі, дене әрекетінің аздығы. Адам пайдалы дене әрекеттерімен әркез айналысып тұрмаса, бұлшықет салғырттанып, дене мұздағыш болады. Бұл адамға шаршап тұрғандай сезім береді. Төртіншісі, ұйқының қалыпсыздығы. Жай жатып, жай тұру адамның ұйқы сапасын бұзады. Бұл шаршауды оңай туғызатын жағдай. Бесіншісі, көңіл күйдің қалыпсыздығы. Орынсыз қамығу адамның рухани күйіне тіке әсер етеді де, дегбірсіздену, қарбалас күй кешіп алып келеді. Сөйтіп, ұйқы қанбай адам шаршайды. Алтыншысы, қоректік жетіспеу. Қазір адамдар жартылай фабрикат азықтарды тұтынуға әуес болғандықтан, мұндай азықтардың қоректік қуаты төмен болатындықтан, қоректік жетіспеу сипаты шаршауға алып келеді. Мұндай күйге шалдыққан науқас көкөністерді, балық, тауық, бұршақ, тектес азықтарды мол жеуі қажет. Жетіншісі, қалқанша без қызметі бұзылу. Қалқанша бездің зат алмасуы әлсіз болса, адамда мезгілсіз шаршау көп кезігеді. Сегізіншісі, су сұрау. Денеде су кемшін болса, қуат төмендеп, адам шаршап тұрғандай сезінеді. Әдетте ересек адамдар күніне 8-10 стакан су ішу керек. Тоғызыншысы, дәрі-дәрмектің әсері. Несепті психикалық күйді қалпына келтіретін дәрілерді ішкенде адамға шаршап тұрғандай сезім береді. Сонымен қатар, тұмауға қарсы дәрілер мен жөтелді басатын дәрілер де осындай әсерге алып келеді. 13-сі, қызмет бөлмесі күңгірт, қараңғылау болу. Мұндай орта адамның еңсесін көтермей, шаршау сезімін тудырады. Қызмет бөлмесі жарық, жасыл, сары, қызыл түсті реңдермен түрленіп тұрса, шаршауды басады. Шаршаудың бір себебі жоқ. Қатерлі ісікке шалдыққан кезде және онкологиялық ауруды емдегенде сізде шаршау қаупінің көптеген факторлары болады. Олар мыналарды қамтуы мүмкін. Лимфома өсу үшін денеңіздің энергия қорын пайдаланады. Лимфомаға және сіздің өміріңіздің өзгеруіне қалыпты эмоционалдық жауаптар. Лимфоманың өсіп жатқан жеріне байланысты болуы мүмкін ауырсыну, орталық сызықты енгізу, немесе биопсия, хирургия, немесе сәулелік емдеу сияқты процедуралар. Инфекциялар, төмен қызыл қан жасушалар немесе гемоглобин, қабыну процестерін реттейтін гормондарыңыз бен ақуыздарыңыздағы өзгерістер, жанама әсерлері, моноклоналды антиденелер, сәулелік терапия және химиотерапия сияқты кейбір дәрілер. Сіздің денеңіздің емдеуден туындаған зақымға байланысты жақсы жасушаларды қалыптыдан жылдамырақ ауыстыру үшін қосымша энергияны пайдаланылады. Сізге шаршауға шыдаудың қажеті жоқ, және бұл сіз жалғыз жеңе алатын нәрсе болуыңыз емес. Маманның айтуынша, адам денсаулығында кінәрат болса,
Мысалы, жүрегі, бүйрегі ауырса, шаршаңқы болып жүреді. Ал денсаулығында айтарлықтай мәселе жоқ. Бірақ таңертең тұруым қиын, күні бойы шаршап жүремін. Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін энергиям бітіп қалады дейтін адамдардың бұл күйінің негізгі себептері мынадай. Дұрыс ұйықтамау. Ағзада жасырын түрде таралатын вирустар болады. Ағзада осындай процестермен күресетін иммунды жүйе болады. Түнгі сағат 10-нан иммунды жүйе қарқынды жұмыс істейтін кезең. Уақытында ұйықтау иммунды жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді. Дұрыс тамақтанбау. Баланс болмауы. Тұтынатын тағам құрамында жеңіл көмірсуы көп болуы энергия тез жұмсалуына әсер етеді. Жеңіл көмірсуы бар тағам тез жұмсалып кететін энергия береді. Мысалы, таңертең кофе, круассан, торт жесеңіз сергек болып қаласыз. Бірақ бір сағат ішінде бұл энергия жойылып кетеді. Сондықтан түс кезінде немесе 11-лерде тағы да бір нәрсе жегіңіз келіп тұрады. Сол үшін көмірсуды азайтып, оның орнын маймен алмастыру қажет. Кейбір ауру кезінде оның мөлшерін тұтыну қажет пе? Соны ескеру қажет. Денсаулығы жақсы адамдар рационында құрамында май қышқылдары бар таза өнімдерді қосуы керек. Май ұзақ энергия береді. Ол жүректің қан тамырының жұмысына ықпал етеді. Қан тамырлар дұрыс жұмыс істесе, қан жақсы айналса, шаршау, есінеу секілді симптомдар болмайды. Темір жетіспеуі де осы проблеманы туындатады. Ағзада дәрумен жетіспесе. Бұл тақырыпта көптеген зерттеу жасалған. Адамдарға минералдар, дәрумендер жетіспейді, бірақ компенсаторлық механизмге байланысты адам аяғына дейін шыдап жүреді. Сондықтан көпшілігі мән бермейді. Дәрумендер ағзадағы көптеген процеске қатысады. Дәрумендерді профилактикалық доза мөлшерінде қабылдау арқылы ағзаға көмектесе аламыз. Сағат 6-дан асса, сау адамның да энергиясы азайып қалады. Оған бүйрек үсті безінен бөлінетін гормондардың дұрыс жұмыс істемеуі әсер етеді. Бұл жағдаймен қалай күресу керек? Ұйқы режимін қалыпқа келтіру қажет. Сағат 10-ға дейін ұйықтау керек. Қараңғы бөлмеде ұйықтау мелатонин гормонының бөлінуіне ықпал етеді. Ал ол келесі күнге күш береді. Ол үшін блэкаут перделер іліп, көзге тағатын арнайы таңғышты қолдануға болады. Ұйықтауға 1 сағат қалғанда жасанды жарықтан бас тарту қажет. Соның ішінде ұялы телефонды да қолданбаған абзал. Не ішіп жүргенімізге қарау керек. Тәттілердің орнына құрамында табиғи майы бар өнімдерді және көкөністерді тұтыну қажет. Сонымен қатар қолдың таза табиғи сары майы, жеміс-жидек, жұмыртқа сарысы да ағзаға ең қажет өнімдер. Дәл уақытында тамақ ішпеу бұл проблеманың басты себебі. Сондықтан таңғы асты қалдырмау, түскі асты уақытында ішу арасында жүрек жалғау, кешкі асты тым кеш ішпеу проблемаларыңызды шешуге көмектесуі мүмкін. Дәрігерге тексеріліп тұруды әдетке айналдыру керек. Ағзаға не жетіспейтін, қандай дәрумендерді қолдану керегін анықтап алу қажет. Су балансын қамтамасыз ету керек. Өйткені ағзаның 60-65% судан тұрады. Үнемі қозғалыста болуды естен шығармау, денені шынықтыру, күніне 10.000 қадам жүру өте пайдалы саналады. Бұл лимфалық жүйеге де оң әсер етеді. Сондай-ақ психологиялық тұрғыдан күйгелек, кез келген нәрсеге алаңдай беретін адамдарда тез шаршап қалады. Үнемі уайым үстінде жүру асығыстық мәселені ушықтыра түседі. Бұл орайда таза ауада серуендеу, ұзақ жаяу жүру, жақсы әуен тыңдау, кітап оқу, ұнайтын іспен айналысу, яғни қандай да бір жолмен ойды бөліп демалу көмектеседі.